Мынау Қарағанды облысы Ботақара ауылындағы газ баллоны жарылған үй, 2 қабатты тұрғын үй. Бұны 2014 жылы мемлекеттік бағдарламамен әкімшілік берген екен. Жарылыс 2 қабаттағы 10-шы пәтерде болған. Ресми ақпараттар бойынша газ 27 литрлік пропан газы жарылған. Салдарынан дәл осы апат кезінде бұл үйде 35 тұрғын болған екен. Құтқарушылардың сөзінше үйдің астында 7 адам қалған. Оның 2-і өкінішке орай қаза тапқан, ал 5-і қазір ауруханаға жеткізілді. Оның 3-і бала. Қазір 2 бала амбулаториялық емге жіберілді. 1 бала облыстық балалар ауруханасында жатыр. Сондай-ақ 2 ересек адам ауруханада, оның 1-і 80% күйік алған. Қазір дәрігерлердің айтуынша жағдайы өте ауыр. Дәл қазір бұл жерде тексеріп тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Полиция өкілдері, сондай-ақ өздеріңіз көріп тұрғандай, жарылыстың соншалықты жойқын болғаны соншалық, аулада тұрған көліктің өзінің сау тамтымағы қалмаған. Қазір көрсетем жақынырақ. Көліктің өзі зақымданған, ішінде кірпіштер жатыр. Полиция қызметкерлері де тергеу, тексеру амалдарын жүргізіп жатыр. Аудандық әкімшілік әкімнің орынбасары да осы жерде. Үйдің төбесі толығымен опырылып түскен. Дәл осы апат кезінде жаңа айтып кеткендей, негізі бұл жерде 46 тұрғын екен. Сол дәл апат болған кешегі түнгі 12-нің кезінде 35 адам болыпты. Әрине, бұл үй тұруға жарамсыз. Төбесі опырылыпты. Қазір мемлекеттік ұйым өкілдері де осы жерде тексеріс жүргізіп жатыр.